8. Үшбұрыштың орта сызығы. Анықтама. Үшбұрыштың екі қабырғасының ортасын қосатын кесіндіні үшбұрыштың орта сызығы деп атайды. ABC үшбұрышы берілсін. AB қабырғасының ортасы М, BC қабырғасының ортасы N. Сонда MN кесіндісі осы үшбұрыштың орта сызығы болып табылады. Теорема. Үшбұрыштың орта сызығы оның бір қабырғасына параллель және оның жартысына тең. MN параллель AC және MN тең болады 2/1 AC теңдіктерін аламыз. Бірінші мысал. Үшбұрыштың қабырғалары 8 см, 12 см, 16 см. Төбелері осы үшбұрыштың орталары болатын үшбұрыштың периметрін тап. Есептің шарты бойынша сызбасын сызайық. AB, BC, AC қабырғаларының орталары сәйкесінше K, L, D нүктелері болсын. Сонда бізге KLD үшбұрышының периметрін табу қажет. KL үшбұрыштың орта сызығы болғандықтан анықтама бойынша ол AC табанына параллель әрі оның жартысына тең. Сонда KL тең болады 2/1 көбейту AC. Ол тең AC-ні 16 деп алдық, сондықтан да 2/1-ді 16-ға көбейтеміз. Жауабы 8 см. LD 2/1 AB, себебі ол AB қабырғасына параллель және оның жартысына тең. 4 см. Және соңғы KD 2/1 BC, ол тең 6 см. Периметр барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Сондықтан да P тең болады KL қосу LD қосу KD, ол тең 18 см.